Бәріне сәлем, сіздермен Асел. Менің парақшама қош келдіңіздер. Парақшама тіркелмесеңіздер, тіркеліп кетіңіздер. Сонымен Ташкенттегі влогтар жалғасуда. Қонақ үйге барып демалып алдық, ұйықтап алдық, тамағымызды ішіп душқа түсіп, одан кейін жолға шықтық, такси шақырдық та, мінекей Ташкент молға бара жатырмыз. Жолда кетіп бара жатырмыз. Ташкент мол, ол жаңадан ашылған біздің Есентай, Дубайдағы Дубай мол сияқты үлкен торговый центр екен. 4 этаждан тұрады. Сол жаққа бара жатырмыз. Мінекей жеттік Ташкент молға. Осындай үлкен ғимарат екен. Жаңадан салынып жатқан. Бітіпті ішінде, бірақ ішінде кейбір магазиндер әлі бос. Енді орналасып жатқан сияқты. Іші деген сап-салқын, кондер бар. Мінекей іші осындай жалтырап тұр. Сонымен мінекей ішіне кірдік. Іші осындай 4 этаждан тұрады. Іші тап-тастай кондер қосылып тұр. Көптеген бренд киімдер, анау-мынау. Сол бізде бар заттар бар екен. Одан кейін 4-ші этажында осындай Sky Park деген бар екен. Балалармен келуге жақсы екен. Космонавттардың сол жер шарындағы ғаламдар сол туралы имитациямен жасалынған парк екен мінекей. Көріп тұрғандарыңызда мен жерде космонавттар, небір ғарыштар осылай суретке түсуге болады екен. Іші осындай, бірақ біз бұған кіріп көрмедік, ойнамадық. Просто бұлай сыртынан көріп, видеоға түсіріп шықтық. Балалармен бұйыртса келеміз. Әлімхан бізде осындай жерлерді жақсы көреді. Сонымен Ташкент молдың артынан шыққан кезде мына жақта Ташкент парк бар екен. Бұл бізде 2-ші парк. Алдында Magic City парк бұл бөлек, мынау Ташкент парк деген бөлек екен. Біз алдында телебашнядан билет алғанбыз осы жерге, жұлдыздардың музейіне, одан кейін ұшатын театрға и тағы да бір ғарыш театры ма сондай. Енді қазір соған кіруге келе жатырмыз. Бұл өзінше үлкен бір парк екен. Бұл жерде де фонтан бар. Билейтін фонтан бұл жерде де бар екен. Ташкент Ситиға кірмей жатып, осыны алып жатырмыз. Мен мохито алдым и мороженое. Мынау ағаш не екен десем, бұл оказывается магнолия екен. Жапырағы мынандай майлы, қатты еще гүл ашады екен, аппақ болып. Міне гүл ашқан түрі, мынау күшті көрінеді екен, үйге еқіп қойса. Сонымен мороженемізді жеп, суымызды ішіп келе жатсақ, алдымыздан көптеген фотографтар шығады екен. Одан кейін фотосессия жасаймыз деп басында 15 мың деп айтты біздің теңгемен есептегенде. Одан кейін ой керек емес деп сөйтіп едік. Жоқ, онда жарайды деп. Сонымен 7 мың теңгеге фотосессия жасадық. Ол осы жерде менде шотсқа салып қойған, сол суреттерді жасап берді. Қалғаны электронды вариантта соткаға жүктеп береді екен. Енді ондай 7 мың теңгеге бізде ешкім фотосессия жасап бермейді ғой. Күшті қып түсіп алдық сонымен естелікке. Сонымен Ташкент парк мінекей осындай үлкен екен, бәр жері жап-жасыл, адамдар көп,
туристтер, Қазақстаннан туристтер көп болды. Мінекей мына жерде біз жұлдыздар музейіне келе жатырмыз, атақты. Міне мынау жұлдыздар музейі домаланып келген. Бізде билет бар, сонымен ішіне кіріп кеттік. Мінекей сырты осындай. Мистер Бен. Кіргенде осындай. Мінекей мына жерде осындай билет бізде. Былай кірдік. Мінекей кіргенде осылай бөлініп тұрады екен. Мына жағында жұлдыздар театры, сосын ғарыш кемесі ме, сондай ұшатын театр. Осына кіріп бара жатырмын. Мінекей планетарияға кірдік. Іші осындай домалақ екен. Осындай креслолар бар екен, жұмсақ. Сонымен жақсылап жайғасып, светтің бәрі өшті. Сонымен документальный фильм көріп шықтық. Мына жерде жердің қозғалысы, планетаның қозғалысы жайлы. Сол туралы документальный фильм болды, ұзақ, орыс тілінде. Енді маған бір аса қызық болған жоқ. Планетариядан шыққаннан кейін екінші кіретін жеріміз ол ұшатын театр. Екі билетімізді көрсеттік, сонымен осындай жерге отырдық. Бұл жерде бізде қазір неке осындай жерге отырғызады. Одан кейін кресланың бәрі жабылады, свет өшіріледі. Содан кейін театрымыз басталады. Сонда кинотеатр сияқты ғой, бірақ андай жылдамдықпен қатты жүреді, 3D сияқты. Көзіңе ұшып келе жатқандай болып көрінеді мінекей. Бұл жерде бізде Өзбекстанның тарихи қалаларын түгел көрсетті. Хиуа, Хорезми, тағы да Ташкенттің өзін, түнгі Ташкентті ұнады. Бізде де Қазақстанда, Түркістанда бар негізі, бірақ ол жерде күштірек сияқты. Бізде кәдімгідей су шашып, сондай судың астына түсіп кетесің, сондай моменттар болады да. Мына жерде тек қана біз отырдық. Тек орындық жылдамдықпен ғана жүріп келе жатқандай ғана болды. Сол келіңіздер, эмоция күшті. Мінекей үшінші кіретін жеріміз, мінекей музей, жұлдыздар музейі. Бәрі айтып жатқан музей осы. Көбісі туристердің келетін орны осы болып тұр қазір. Мінекей Гарри Поттер. Мен бірінші штативпен осылай түсіріп шықтым бәрін. Одан кейін Жеңіс екеуміз асықпай аралап көріп, суретке түсіп шықтық. Мінекей мына жерде охранник ұйықтап жатқан. Сонымен іші осындай. Мына жерде бұрынғы ғасырдағы суреттер, Мона Лиза, мынандай жерлер бар. Бір музейдің ішінде жүргендейсің, бірақ мына жақта восковой фигуралар. Мінекей Путин бар, Елизавета. Ресейдің туын қойып қойған. Мына жерде Дональд Трамп. Солай жалғаса береді. Майкл Джексон, Мерлин Монро, футболистер. Майкл Джексон. Мынау кім? Мына жақта Голливудтың актер. Черная любовь Неслихан мен Бурак. Мына жерде ученыйлар Эйнштейн отыр. Мына жерде
мынау Билл Гейтс. Мынаның аты кім еді? Цукерберг. Фейсбукты ойлап тапқан. Театрдан шықтық. Шықсақ қараңғы батыпты. Мінекей мына жерде де фонтан бар. Жан жағымыздың бәрі су, салқын болып тұрды. Мінекей бәрі жанып тұр. Парк өте әдемі. Осындай жерге келдік. Манго чай и турецкий салат заказ берді. Осындай паста заказ бердік. И анандай с грибами. И чесночный хлеб. Сонымен тамағымызды жеп болғаннан кейін шықтық. Парк өте үлкен екен, Ташкент Сити паркі. Мінекей мынаның бәрі тап-таза, барлық жерде шамдар жанып тұр. Мына жерде мынандай қоян, аю, шөптен жасап қойған. Искусственный шөптен жасалынған. Кәдімгі бір зоопаркте жүрген сияқты. Алдына отырып суретке түсуге болады. Ар жақта тұрған ол қонақ үй екен. Мінекей өздерінің туы. Мына жерде ғимараттардың бетінде жанып тұр шамдармен. Мінекей мынау кіретін жағы өте үлкен парк екен. Іші де салқын. Кешке жақын келсе, әдемі көрінеді екен. Ұнады бізге бәрі. Жақсы демалыс болды. Мына жерде мінекей арыстан. Мына жерде 2 жираф. Мына жерде Ташкент Сити деген жазу бар. Мына жерде жирафтар ағашты жапырақ жеп тұрған сияқты. Сонымен алдымызда тұрған Хилтон қонақ үйі әлемге әйгілі, барлық мемлекеттерде бар. Өзбекстанда осы жерде орналасқан екен. Номерлары қымбат, сондай. Енді бізге де бұйырсын бізге де осындай қымбат қонақ үйге кіруге. Сол мінекей оның алдында осындай декорациялар жасап қойған. Барлық шамдар жанып тұр. Енді өзбектерім өте мықты екен. Декорация жағынан парктер өте таза, салқын іші, өсірілген ағаштары да бәрі күшті орналасқан. Міне алдымызда тұрған дельфиндар күшті ойлап тапқан. Бастары шығып тұр, ал аяқ жақтары болса, құйрықтары судан шығып тұрған сияқты. Сонымен Ташкенттегі 2-ші күніміз аяқталды. Влогтың соңы. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар. Тіркелмесеңіздер каналыма тіркеліп кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау саламат болыңыздар.